Сәлем достар, бүгін сіздермен Казакбос. Бүгінгі видео интернеттің қалай бақылауға болады, яғни интернетті қалай бақылай аламыз деген сұрақ. Яғни интернеттің скорысын әрдайым біліп отырады, мынандай значокты қалай шығара аламыз деген сөз. Мынандай болып тұрады. Секундына 3, 9, 12 килобайт. Яғни бұл сізге қаншалықты жылдамдық келіп жатқанын көрсетіп тұрады. Қазір менде интернет H+ болғанның өзінде менде өте аз интернет жылдамдық болып тұр. Көріп тұрсыздар, оны қалай біле аламыз? Интернет Speed Metal-Lite деген программаны жүктеп аламыз. Болды, сосын жүктеп алғаннан кейін открыть етсеңіздер, өзі жаңағы скоростың көрсетіп тұратын давление өзі автоматты түрде шығады, және ол сіздің бүкіл интернетіңізді қанша кеткенін есептеп отырады өзі автоматты түрде. Мінекей, міне бір айда кеткенім мобильныйда 408 мегабайт кетті, общие 408 мегабайт, яғни бір айда қанша мегабайт жұмсағанын бәрін есептеп отырады. Олар өзі есептеп отырады. Скоростыңызды қаншалықты екенін біле аласыздар. Мысалы, ютубқа кірсем, скоростым қаншалықты кіретінін көрейік. Мысалы, қараңыздар, менде қазір Билайн операторы. Билайн операторының интернет өте нашар болып келеді. Яғни секундына 55 болды. Бір видеоны алайық. Мысалы, на видео қанша секундына Действуй. Көрсетіп видео өзі көрсетіп тұр арнайы спидометр арқылы. Және де бұл программаның ерекшелігі өте көп болмайды. Бұл ары кеткенде 1,5 мегабайт или 0,5 мегабайт қана тұрады. Жазылушы еді. Көп болмайды, бұл өте көп орын алмайды. Сондай программа. Сонымен сау болыңыздар, каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Егер де сізге root праваны қалай алу керек деген видео қажет болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Жақын арада түсіретін боламын. Сау болыңыздар.